Ассалаумағалейкум менің барша YouTube көрермендеріме, жаңадан келіп жатқан көрермендеріме, қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай, құстарыңыз қалай, шаруашылықтарыңыз қалай, жалпы нәтижесін көріп жатсыздар ма, алып жатсыздар ма, сатып жатсыздар ма? Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің болып жатқан жаңалықтарымды және де алдымда болатын жаңалықтарды айтатын боламын. Мен YouTube каналда көптеген уақыт көрінбей кеттім. 2-3 аптадай видео шықпады. Оған себебі бізде сабақ басталды. Мен осыны алдында айтып жүрген видеоларда айтқанмын, сабаққа оқып дайындалатын боламын деп. Енді бүгін демалыс. Сол сіздерге видео түсіріп тастайын деп бірінші келетін болсақ, мына жақтағы, мына жерде ухилу тұрған, бұл жердегі клетка жоқ, мына жақта брудер сияқты клетка болған, ол да жоқ. Мына жақтағы ауру балапандар жазылды. Ол жазылғаннан 4-еу қалды. Енді сосын қораны біттім. Қора жалпы бүгін ухилу туралы айтатын болам. Бүгін көріп тұрғандарыңыздай міне күріктің қорасы бітті. Мына жағына шифр алып келдік. Осын төшедік. Енді полный жабық. Іші жақсы, нормально. Алла қаласа ана бір бұрыштан осы жаққа свет тартатын болам. Ақшаның ыңғайы келгеннен кейін. Көріп тұрғандарыңызда ана жерде ухилудың клеткасы жоқ. Мына жаққа келетін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай мына жақ жылы. Мына жақ себебі жылулық ық. Мына жақ забор, мына жақ ық, мына жақ ық. Таза ауа кіріп тұрсын деген сетка. А так бәр жер ық. Мына үйшіктері. Осы жерге ұйықтайды. Көріп тұрсыздар, кіші балапандармен бір өсіп қалған ухилу жүр. Енді бұлар жайлы айта кететін болсақ, қазір суларына алисирил дейтін не қосып беріп жатырмын. Добавка иммунитеттарын көтереді жалпы. Қазір бізде түнгі жақын -2, 3, 4, 5-ке дейін барып жатыр енді. Ауа райы бұзылып жатыр. Ал түскі жақын ауа райы +7 градус, 5 градус плюс жалпы суық. Мен куртка киіп жүрмін уже. Бұларға бидай беріп жатырмын. Мына біреу 4 балапан. Бұлар мекен. Бұлар 2 ай болған балапандар. Ана біреу балапан 4 ай болған балапан. Мынау ухилу әтеш өзіміздің. Оны білетін шығарсыздар. Жалпы енді осы бүгінгі видео ухилу туралы. Бұлар кім білмейді, көк жұмыртқа туады. Енді Алла қаласа бұларды семіртіп өсіртетін боламыз. Оларды да видеоға түсіретін боламын. Осы жерге ұйықтайды. Бұрын мына жақты бағана тазарттым мен. Қоқыс болып кетіпті. Ояғын тазартып алдым. Енді бұлар жайлы ухилудан қанша табыс табуға болатыны қазір арнада шығатын болады. Ендеше сіздермен бірге болған мен Ералы және Қазақстан тауық бағу каналы. Ухилудың қалай табыс табуға болатынын күтіңіздер. Бүгін шығатын болады. Сау саламатта жүздескенше.